ханым, сіз қалай келдіңіз Гринлиф корпорациясына? Гринлифке мен негізі денсаулық үшін келдім. Бұл жерде мен жан-жақтан естідім. Осы жерде Гринлиф корпорациясында экологический ешқандай химикаты жоқ заттар бар деп. Енді біздердің жасымыз келгеннен кейін біз химикатсыз затты алғымыз келеді. Енді ауырған кезде енді аптекада обязательно аптекадан алғанда химикат заттар қосылған болады ғой. Ол бауырды, жүректі мысалы жайлап жұмыстан шығару мүмкін. Уақытша аз бөлгіші болуы мүмкін да. Ал бұл жерде мен бір жылда осы өнімді ішіп отырдым ғой. Мен негізі денсаулығым өте нашар болып жатып қалған адам едім. Аллаға сансыз шүкір деймін. Бірінші Алланың арқасы осы Гринлифті маған себеп шығып отырған деп ойлаймын. Bir жылда ішіп отырдым. Мен жан-жағыма қараған да жоқпын. Ақшалар жағында, саяхат жағында қарамадым. Осы жерде ішіп, аяққа тұрып, шүкір Аллаға қазіргі кезде аға менеджер статусына ие болып отырмын. Осы Гринлифтің арқасынан. Алып, осыларды ішіп, денсаулығым реттеліп, көзім жетті. Өнімдердің бәрі ешқандай адам ағзасына зияны жоқ, пайдасы бар заттар екенін көзім жеткеннен кейін жан-жағыма айта бастадым. Сөйтіп айтып, команда жинап, осы кезде шүкір Алланың бұйырғанын алып, саяхаттарға барып жатырмын. Тегін саяхат, 3 саяхатқа бардым. Алла бұйырса, октябрь айында және бір саяхатқа командамен бірге барайын деп отырмын. Сол үшін өте қуаныштымын. Бірінші Аллаға саты шүкіршілік айтамын. Екінші, мынау спонсорымның арқасы деп айтамын. Менің ең жоғары спонсорлар болып отыр қасымда. Мені демеп, осындай жәрдем қолдарын созып жатқан спонсорларым Нұржамал ханым, Айнаш ханымдарға алғысым шексіз.